Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз кітабымыздың 111-ші бетіндегі 6-шы тараудың 1-ші параграфы проценттер тақырыбын оқитын боламыз. Сонымен проценттер деген қандай жерлерде қолданылады процент ұғымы? Ол бізде өндірісте межеленген бір жоспарлардың орындалуында, зат бағасының өсуі, кемуінде, оқушылардың үлгерімінде, сондай тағы да сол сияқты көптеген жерлерде, яғни шамалардың өзгерісінде процент ұғымы қолданылады. Сонымен процент деген 1% дегеніміз ол шаманың 100-ден 1 бөлігін алады. Яғни 1% дегеніміз шаманың 100-ден 1 бөлігін. Ал осы жердегі процент деген сөзді мынау белгі процент деген сөздің орнына осы белгіні қолданатын боламыз. Немесе процент сөзінің орнын кей жерлерде пайыз деп те атайды. 1%, 1% екеуі бір ұғым. Сонымен егер солай 1% дегеніміз шаманың 100-ден 1 бөлігі болса, онда бізге толық шама, егер осылай, онда бізде толық шама. Толық шама ол 100% береді. 100% береді. Немесе мысалға 1 метрдің 100-ден 1 бөлігі ол 1 сантиметр ғой. Онда 1 метрдің 1% 1 сантиметр деген береді. Сонымен бүгінгі тақырыбымызда біз екі түрлі есеп шығаруды үйренетін боламыз. Біріншісі, егер шама процентпен берілсе, оны натурал санмен және ондық бөлшек, жай бөлшек, бөлшек сандармен қалай бір-біріне айландырамыз. Соған тоқталайық. Бірінші біз егер 7% біз санға, бөлшек санға қалай айландырамыз. Онда біз осы процент белгісінің алдындағы санды 100-ге бөлеміз. Сосын ағарай ондық бөлшекке де айландырып жіберуге болады. 100-ден 7. Сол сияқты егер 300% берілсе, бұны айландыру үшін тағы да сол сияқты процент белгісінің алдындағы 300-ді 100-ге бөлетін боламыз. Сонда 3. Тағы да егер 15% берілсе, оны да айландыру үшін 15 бөлу 100. Қысқартуға келсе қысқартып, жай бөлшек түрінде де қалдыруға болады, немесе осы түрден ондық бөлшек түрінде де. Біз бұл жерде жай бөлшек айландырайық. Екеуі де 5-ке қысқарады, онда үстінде 3, астында 100-ді 5-ке бөлсек 20. Яғни 15% дегеніміз сол 20-дан 3 бөлік екен. Ал екінші біз керісінше бізге бөлшек сандар берілсе. Мысалға 4-тен 3 деп алайық. 4-тен 3 деген бөлшек сан ол неше процент? Онда біз осы санды процентке айландыру үшін берілген санға 100-ді көбейтеміз. 4-тен 3 көбейту 100. Және арғарай процент белгісін қосып жазатын боламыз. Енді есептейміз. Бұл жерде 4 пен 100 қысқаратын шамалар. Сонымен қысқарып тастаймыз. 100-ді 4-ке бөлсек 25. Енді 25 пен 3-ті бір-біріне көбейтетін боламыз. Сонда 75. Процент белгісін қосып жазамыз. Сонымен 4-тен 3 бөлік дегеніміз 75% екен. Арғарай 5-тен 2 бөлікті алсақ. Онда 5-тен 2 бөлікті біз көбейтеміз 100-ге, процент белгісін қосып алып жүреміз. Қысқартамыз, 100 пен 5 қысқарады. Орында 20 қалады. 20 мен 2 ол бізде 40% көбейту амалында. Сонымен 5-тен 2 дегеніміз 40% екен.
дәл сол сияқты егер натурал сан берілсе, мысалға 2-ні біз процентке айландыру үшін басындағы бөлшек сандармен бірдей осы берілген санға 100%-ті көбейтеміз. Сонда 200 деген сан шығады екен. Сонымен бүгінгі тақырып бойынша екі түрлі есептің шығару жолын орындадық. Енді осыны өмірден алсақ, егер сыныптағы оқушылардың 4-тен 3 бөлігі, мысалы мынандай мысал алайық, сынып оқушыларының 4-тен 3 бөлігі қыз балалар десек. Енді сұрақ, сыныптың неше проценті қыз балалар деп берілсе сұрақ. Онда біз осы шешу үшін осы есепті, бізге сыныптың неше проценті қыз балалар деп берілсе, онда біз осы 4-тен 3-ті процентке айландырамыз, не істейміз? Онда 100-ге көбейтеміз. Қысқартамыз, 25 қалады. Сонымен сыныптың 75%-ті қыз балалар екен. Және екінші мысал, егерде бір жемістің 71%, екінші мысал қалай, егер жемістің 71% проценті су болса, онда осы жемістің неше бөлігі су деген сұрақ болса, онда біз керісінше процентпен берілген санды бөлшек санға айналдырамыз. Ол үшін бағана бірінші есептегідей не істейміз? 71%-ға 71 деген санды біз 100-ге бөліп тастаймыз. Қысқармай, бөлбейді, онда ары қарай 0,100-ден 71 деген ондық бөлшек түрінде қалдырамыз. Яғни жаңағы берілген жемістің 0,71 бөлігі